Жақсы хабар, қазақ елі. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Егер хабарды толық білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Мұсылмандардың айтулы мерекелерінің бірі Құрбан айт ораза аяқталғаннан соң 70 күннен кейін келеді. 2023 жылғы Құрбан айт 28 маусымға сәйкес келеді. Бұл қазақстандықтарға қосымша демалыс береді. Аптасына 5 күн жұмыс істейтіндер. 26 маусым, 27 жұмыс күні, 28 маусым демалыс, 29 маусым 30 жұмыс күні. 6 күн жұмыс істейтіндер. 26 маусым, 27 жұмыс күні, 28 маусым демалыс, 29-30 маусым күні және 1 шілде жұмыс күні деп есептеледі. Бізді бақылауда жалғастырыңыз. Арнамызға жазылып, осы хабарды көптеген достарыңызға жіберіп, астындағы бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз.